Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Салтбекқызы. Бүгінгі видеода үй жағдайында донер жасап үйренетін боламыз. Базардан сатып алмай-ақ өздеріңіз осылай өте дамды қылып жасап алыңыздар. Ең алдымен достар, фри жасайтын боламыз. Менде каналымда фридің жасалу жолы бар. Астына ссылкасын қалдыра кетемін, міндетті түрде көрсеңіздер болады. Осындай бірінші құрғатып қойып дайындап аламыз. Мінекей фриді қуырып алдым, және де осындай колбасаны қуырып дайындап алдым. Және де бізге керегі фри керек, осындай майонез, кетчуп, огурцы, помидор, сәбіз, сыр және де колбаса қажет болады. Сыр міндетті емес, мен өзіме сыр қатты ұнайды, сол себепті қосатын боламын. Мінекей достар, мен колбасаны міндетті түрде қуырып пайдаланамын. Қуырылмаған колбасаны пайдалануға болмайды. Міндетті түрде бір қуырып жесеңіздер өте дамды болады. Колбасаны орнына айтпақшы, біз окорочкамызды қуырып алып, соны қосуға да болады. Мінекей сырымызды теркадан өткізіп алып, дайындап алдық. Ендігі сәбізімізді теркадан өткізіп дайындап аламыз. Егер сіздерге қандай да бір зат ұнамайтын болса, мысалға сәбіз ұнамайтын болса, қоспай қоюға да болады. Басқа да қайсысы ұнамайды, содан қоспай өзіңізге ұнайтындарынан қосып жасауыңызға болады. Енді огурцымызды осылай ұзынша қылып турап алатын боламыз. Помидорымызды да видеода көрсетілгендей турап алсаңыздар болады. Мінекей достар, барлығын турап осылай дайындап аламыз. Помидор огурцының үстіне шым-шым тұз салып араластырамыз, және де осы біздің соусымызды кетчуп пен майонезді араластырып дайындап аламыз. Және де бізге осындай лаваш қажет болады. Дүкенде арнайы дайыны сатылады. Осындай жұмсақ болу керек. Яғни 1-2 күн тұрып қалған лаваш емес, свежий лавашты қолдансаңыздар, сіздерге жұмыс жасауға қиындық туғызбайды. Мінекей біздің соусымызды ең астына жағып, одан кейін барлығын кезекпен кезек салып шығамыз. Мен осылай қаз қатарынан салатын боламын. Ең бірінші осы біздің фриімізді салып, одан кейін помидор, одан кейін кезекте огурцы салам. Осылай үстіне тағы да бір соус жағып алып, одан кейін біздің сәбізімізді үстіне түгелдей салатын боламын. Осылай салсаңыздар өте дамды болып шығады, жегенге де ыңғайлы. Және де ең бетіне біздің колбасамыз бен сырымызды осылай қосып шығамыз. Ал енді біздің донерімізді орайтын боламыз. Екі жағын осылай қайырып, бір тегісетіп, дәл видеода көрсетілгендей орасаңыздар өте керемет оралатын болады. Неке екі жағын қайырған кезде ықшамды қылып қайырып, осылай дайындап қоя береміз. Яғни біз қазір табаға екі жағын қуырып пісіріп алатын боламыз. Яғни кішкене ғана қызартып. Сол кезде біздің астыңғы бүктеген жеріміз бір-біріне жабысып қалатын болады. Неке дәл осылай барлығын дайындап аламыз. Ал енді достар, дайын болған донерімізді қызып тұрған табанның үстінде екі жағын қызартып пісіріп алатын боламыз. Неке видеода көрсетілгенде табамызға осылай қыздырып алатын боламыз. Кішкене асты қызарғаннан кейін екінші бетін аударып пісіріп аламыз. Неке осындай сәл ғана қызарса жеткілікті. Сол кезде біздің донеріміз сондай дәмді болатын болады достар. Екі жағында осылай ұстап тұрып, қызартып, барлық жағын өстіп шығамыз. Мінекей барлық донерді осындай қылып пісіріп алатын боламыз достар. Сол кезде біздің донеріміз мінекей өте дамды, осындай әдемі болып шығатын үй жағдайында жасалатын донеріміз дайын болды.
мінекей өте әдемі, ортасы сондай сочный болып тұрып, керемет, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін достар. Енді міне ортасын кесіп көрсететін боламын. Сондай керемет, біздің балапандар күнде сұрайды донер деп. Сонда біз үй жағдайында осылай балапандарымызға, отбасымызға осылай тез ғана дайындалатын донер жасап беремін. Сіздер де осылай жасап берсеңіздер болады. Жасалу жолы өте оңай. Мінекей ортасы сондай керемет, сочный болып тұр, керемет. Міндетті түрде жасап көріңіздер достар. Сіздермен болған келінка Майра Құлан. Құландық келіннен қандай да бір рецепт күтсеңіздер, комментарийге міндетті түрде жаза кетіңіздер. Мен міндетті түрде оқитын боламын достар. Сау болыңыздар. Және де достар, менің артымда басқа да көптеген рецепттер бар. Міндетті түрде өтіп көрсеңіздер болады. Барлығын жасалу жолын көрсеткенмін, және де барлығы ықшамды болу үшін плейлистке бөліп қойғанмын. Осы жерден өзіңізге керекті рецепті таба аласыз. Және де арнама тіркеліп колокольчик басып, все деп басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.